Ağa. Осында мısın? Ağa. Ne gezdedin? Бүгін саған сыйлығым бар. Ол қандай сыйлық? Қандай сыйлық? Мінекей, ала қой. О, асық! Мә соған! Аға, рахмет сізге! Балақайлар, достар, сәлем! Қалайсыңдар? Көрдіңдер ме? Бүгін асықтар жайлы ертегі айтамыз ба, аға? Дұрыс айтасың, Дөйдір. Ал, балақайлар, сәлем! Қалайсыңдар? Бүгін сендерге алтын асық деген ертегі айтып беретін болам. Ендеше кітабымызды ашамыз. Алтын асық деген ертегіні табамыз. Ого, мінекей. Алтын асық. Ал, балақайлар, тыңдауға дайынбыз ғой? Әрине аға, дайынбыз. Ендеше бастадық. Баяғыда Дастан деген бала өмір сүріпті. Жасынан кедейліктің тауқыметін тартқан ол, бір байға жалданып күнін көріпті. Қыс түссе, байдың қорасын тазалап, отынын жарып, суын әкеліпті. Жаз шыққанда қойын бағыпты. Бай ол бағып келген қойды күнде санап, түгендеп отырады екен. Қой бағып жүрді. Сосын бір күні кешкілік мал ауылға келген кезде бай әдетінше санап шығып, бір қойдың жоқ екенін айтады. Сөйтіп Дастанға дұрыстап бақпадың сен деп ұрсып, сабап, оны үйінен қуып жібереді. Неге? Барар жер, басар тауы жоқ Дастан қайда барарын білмей, бас ауған жаққа қаңғып келе жатады. Бір кезде алдынан үңгір кезігеді. Үңгірдің түбінен жылтылдаған жарық көрінеді. Ол жақындап келіп қараса, жарқырап жатқан асық екен. Асық жылтырлап жатыр ғой. Иә, бірақ ол жай асық емес, алтын асық болып шығады. Мінекей, көрдің бе? Үлкен асық осындай. Алтын. Осылай істей аласың ба? Оппа, міне. Үйреніп ал, жарай ма, Дөйдір? Осы саған сыйлығым болсын. Асық ойнап, үйрене ғой. Соған, қандай үлкен асық. Осындай үлкен алтын асық. Балақайлар, достар, сендер де асық ойнап үйреніңдер. Ал, Дастан не істеді? Аға? Дастан асықты қолына алса, ол адам шәтіл қатады. Бұлай дейді: мен сенің барлық тілегіңді орындаймын, бірақ сен мені ешкімге көрсетпе. Және мен туралы ешкімге сөз шығарма. Әйтпесе, менің бойымдағы қасиеттің бәрі өшеді дейді. Ой, сосын? Сол кезде Дастан: ендеше мен байдың бір қойын жоғалтып алдым, соны тауып берші дейді. Сонда асық қойды байдың өзі сойып жеп қойғанын, оны ақымақ көріп, қуып жібергенін айтады. Дастан оны естіп, жылап қоя береді. Неге Дастанды жылатты? Кішкентайларға өтірік айтуға болмайды ғой. Айтыңдаршы балалар, Дұрыс айтасың, Дөйдір. Балақайларға жалпы өтірік айтуға болмайды. Сонда асық Дастанға: сен неге жылап тұрсың дейді. Ал Дастан болса, өзінің кедей екенін, ешқашан тойып тамақ ішпегенін, басында баспанасы жоқтығын айтып, мұңын шығады. Сонда алтын асық қолма-қол үлкен үй тұрғызып, алдына неше түрлі дәм қояды. Дастан үйге кіріп, жылынып, тамаққа тойып алады. Содан бастап Дастан алтын асығының арқасында кедейліктен құтылып, бақытты өмір кешіпті. Ал, осымен ертегіміз бітті. Дөйдір, балақайлар, сендерге ұнады ма? Әрине аға, ұнады. Қызық қой, достар, сендерге ұнады ма? Ұнаса лайк басыңдар, жарай ма? Ендеше келесі жолыққанша сау болыңдар. Мен анда барып, асығымды алтын түске бояп ойнаймын. Ал, сау болыңдар. Ой, не деген үлкен асық.